жоғарыда көк тәңірі, төменде қоңыр жер жаратылғанда, екеуінің арасында адам баласы жаратылды. Адам баласын билеп, ашина текті бумын қаған отырды. Білікті алып қаған ет. Ол елінің тұтастығын, бірлігін сақтап, басы бардың басын игізді, тізесі бардың тізесін бүктірді. Бұл ұлы даланың төріне бөрілі байрақ тіккен мәңгілік ел көк түрік қағанаты еді. 6 ғасырда Еуразия кіндігінде қуатты мемлекет түрік қағанаты пайда болды. Түріктер бір құдай тәңірге табынып, ең алдымен барлық тайпаларының еркіндігі, тәуелсіздігі мен достығын бағалады. Арада 1000 жыл өтіп, ұлы қағанаттың жерінде мәңгілік ел, қазақ елі шаңырақ көтерді. Ата заңында барлық азаматтарының еркіндігін, теңдігі мен бірлігін негізге алған ұлы дала елі көк түріктің сарқылмас дәстүрінің мұрагері болды.